Келесі дәріс оқыту мен оқу үдерісін жақсарту мақсатында lesson study тәсілін қолдану. Lesson study дегеніміз не? Lesson study деген ең бастысы сабақты зерттеу немесе сабақты зерделеу үдерісі болып табылады. Lesson study мұғалімдерді оқыту менен олардың тәжірибесін дамытудың ынтымақтастық тәсілі болып табылады және іс-әрекеттегі зерттеу сияқты бірқатар циклдарды қамтиды екен. Бұл үдеріс барысында ынтымақтастықтағы мұғалімдер мен оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін зерделейді. Lesson study'дің түйінді сипаты креативтілік және ғылыми дәлдік болып табылады. Креативтілікті оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеу мақсатында бірлесе жұмыс істейтін мұғалімдер бастамасымен жасалынады, ал ғылыми дәлдік жаңа тәсілдің тиімділігін көрсететін оқушының оқуы туралы деректер жинауды көздейді. Lesson study жалпы бұл әдістеме Жапониядан келген. ақш-қа бұл әдістемені Дзюгёкенкю деген жапон сөзін lesson study деп аударған Макото Яшида келді. Мына жерде суретін көріп тұрсыздар. Яғни бұл әдіс бізге Жапониядан келген. Lesson study өз бастауын батыс білім философиясынан алады да, оның ортасында бала тұрады. Жапон мектептерінде lesson study'дің таралуы 1910-60 жылдары Жапониядағы демократия нормасына сәйкес келді. 70 жылдардан бастап lesson study барлық жапон мектептерінде мұғалімдердің біліктілігін арттырудың негізгі тұғыры болып есептеле бастады. Ал 21 ғасырда американдық зерттеушілер lesson study жапон мұғалімдеріне педагогикалық біліммен қатар өздерінің пәндік білімдерінде тереңдетуге көмектескенін, пәндік білімнің тереңдеуі жапондық оқушылардың американдықтармен салыстырғанда білім көрсеткіштерінің жақсартуға ықпал еткендігін айқындайды. Яғни lesson study әдістемесі батыста да кеңінен тарала бастады. Мына жерде қарап отырсаңыздар, Сингапурда, Гонконгте, Қытайда, Ұлыбританияда, Швейцарияда, Канадада қолданылды. Енді lesson study тәсілі соның әрбір нәрсесіне қалай жүргізілу керек, жүргізу жолдарға, іске асыру қалай жүру керек, оқу үдерісінде қалай пайдалануымыз керек, міне соған тоқталсақ. Зерттеу жүргізетін топ әдетте кемінде 3 мұғалімнен тұрады. Бұл тәжірибесі білімдері бір-бірімен жайлы әсер ететін фактор болып есептеледі. Топ мұғалімдері көп жағдайда бір мектепте жұмыс істейді, бірақ практиканы жақсарту мақсатында бірлесе жұмыс істеу үшін басқа мектептің мұғалімдеріне тартуы мүмкін. Яғни lesson study тәсілін жүргізу үшін кем дегенде 3 мұғалім болу керек екен. Екінші, зерттеу барысында барлық топ мүшелері толық көлемде және бірегей деңгейде үдеріске тартылу керек. Тек тыңдаушы болып, артта бақылаушы болып отырмау керек деп тұр. Тек бір мұғалім ғана сабақ беретіндігіне қарамастан, зерттеу үшін бүкіл топ өзіне жауапкершілікті алады. Және оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға жеке мұғалімге емес, тұтастай барлық топтың жұмысына қатысты беріледі. Сондықтан да бұл жерде жауапкершілік өте жоғары. Әрбір қатысушы мұғалім жауапкершілікті сезінетін болу керек. Келесі, lesson study'дің тағы бір демократиялық ерекшелігі, мұғалім зерттеу барысында жинақтаған білімімен педагог қауымымен кеңінен бөлісе алады. Жапонияда мұғалімдердің тәжірибесін қолдануға және зерттеулердің жеке топтамаларын дайындауға жүргізу үшін lesson study'дің нәтижелері жүйелі түрде жарияланып тұрады екен. Жапонияда бізде мысалы үшін сабаққа қатысып, сіздің сабағыңызға сын айтса, соны қабылдамаймыз, мойындағымыз келмейді. Ал Жапон елінде соншалықты lesson study несінде тәсіл бойынша сабақ өткен кезеңде форточканы ашып, есікті ашып, терезені ашып қатысады екен. Сонда сабақ жүргізуші мұғалімнің ең негізгі мақсаты ұсыныс алу екен. Қайтсем, мен сабағымның қай тұсын жақсартамын деген. Ең негізгі қажетті жұмысының бағыты, негізгі қағидаты осы болып табылады. Lesson study топтары сондай-ақ әріптестермен бірлесіп жаңа тәсілді оқыту жолдарын, оқу бағдарламаларының аспектілерін модельдейді. Бұнымен қоса жүргізілген зерттеулер туралы көпшілік талқысына ұйымдастырады. Lesson study тәжірибені жақсартудың демократиялық жолы болып табылады екен. Lesson study үдерісі. Бірінші, бастапқы кезеңде lesson study тәсілі бірлесіп егжей-тегжейлі жоспарлауды көздейді.
яғни ең бір жоспарлап алу керекпіз. 3 мұғалім бола ма, 5 мұғалім бола ма бірігіп. Екінші, топтың бір мүшесі зерттеу сабағын өткізеді, ал қалған мүшелері қадағалайды. Зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін бүкіл топ мүшелері бірден оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерін жүйелейді және талдайды. Ертең талдайым, басқа талдайым деген жоқ. Сабақ біткеннен кейін міндетті түрде нәтижелерін жүйелеп талдау жүргізу керек. Үшінші қадамы ол анағұрлым тиімді болуын қамтамасыз ету үшін оқу үдерісінде алынған нәтижелерді есепке ала отырып, жұмысты бірлесе қайта жоспарлайды. Бағана білесіздер ме, іс-әрекеттегі зерттеу деген мәселеге байланысты біз талдадық, қайта жоспарлау дегенді. Міне сол сияқтанып қайта жоспарлау жасалыну керек екен. Lesson study үдерісін жүргізудің қандай қадамдары бар? Бірінші, lesson study тобы оның жұмысының нәтижесін қамтамасыз ететін ережелер жүйесін келіседі. Екінші, топ сұрақ түрінде рәсімделген ереже бойынша зерттеулердің түйінді идеяларын келіседі және нені, кімді оқытуды анықтайды. Үшінші, түйінді идеяларды зерттеуге қатысты жауап іздеу үшін әдебиеттерді зерделейді. Жоспарлау кезінде оларды қолданушы нәтижелерін қорытады. Төртінші, 3 зерттелетін оқушыны, А, В, С деңгейлі оқушыны назарға алынатын, сондай-ақ қандай сыныптар оқу үлгерімі жоғарғы, орта, төмен сыныптар болып саналатынын шешеді. Онан кейінгі топ зерттеу сабағын жоспарлайды. Зерттелетін оқушылардың сабақта өткізілетін материалдың игеруіне ерекше мән беріледі. Бір мұғалім зерттеу сабағын жүргізіледі. Осы уақытта басқалар зерттелетін 3 оқушының басты назарға алып, сабақты қадағалайды және қажет жерлерін белгілеп түртіп алып отырады. Мұғалімдер осы зерттеу сабағы туралы олардың пікірін түсіну үшін бірнеше оқушымен сұхбат жүргізеді. Міне көріп отырсаңыздар, 3 деңгейлі оқушыдан бір-біреуден алып соған зерттеу жүргізілу керек екен. Енді топ зерттеу сабағы аяқталысымен бірден талқылау жүргізеді. Талқылау қалай жүреді? Жоспарлау үдерісінде жасалған алдын ала болжамдарды салыстыра отырып, зерттелетін оқушылардың оқуын қадағалау және болған айырмашылықтардың себебін белгілеу. Мысалға, сабақты өтіп жатқан кезеңде А деңгейлі оқушы бүгін В деңгейдегі оқушымен деңгейінде жауап беріп жататын болуы мүмкін. Соның себебін анықтау. Екінші, сыныптың тұтастай оқытылуы. Үшінші, зерттеу сабағының барысы мен оқыту үдерісі. Төртінші, белгіленген және зерделенген негізге сәйкес келесі зерттеу сабағының мақсатын қою. Яғни бұл үдеріс спираль тәрізді жүйелі жүргізіліп отыру керек. Мына жерде енді ой толғаныс. Мына жерде бізде lesson study'де өткізілген бар, соны назарларыңызға ұсынайын. Міне қарап отырсаңыздар, біздің әріптесіміз lesson study'да топтық жұмысқа қатысып отыр. Топтық жұмыстағы. Мына жерде қарап отырсаңыздар, ол енді В деңгейлі студентті зерттеп отыр, қатысып отыр, топтық жұмыстағы іс-әрекетіне байланысты. Lesson study деп отырғанымыз жалпы осы қадағалау жүргізілу тәртібі, қадамдары айтылды. Енді сіздерге осы lesson study бейне көрсетілген, соны тәсілін пайдаланудың тиімділігі неде? Осыған өзіндік ой тұжырым жасасаңыздар. Жаңағы бейне көрсетілімді тыңдадыңыздар. Келесі, яғни бұл тапсырма. Сын тұрғысынан ойлауға үйрету модуліне байланысты тапсырмалар. Яғни бірінші тапсырма А, В, С деңгейлі оқушылардың белгілі бір тақырып бойынша сабаққа қатысу, топтық жұмыстағы іс-әрекетіне шынайы бағалау деңгейлерін айқындау. Міне мына жерде көрсетіліп тұр, соған байланысты сіздер өздеріңіздің А, В, С деңгейлі. Өйткені сіздер 3-ші курста педагогикалық практикадан өттіңіздер, өзіңіздің болған сыныптағы 3 деңгейлі оқушыны алып, соған тапсырманы орындайсыздар. Екінші тапсырма. Мұғалімдерге арналған lesson study'менен бірлесе жұмыс істеу ережесін сыныпта жүргізу, бірлесе жоспарлау, зерттелетін сабақта оқуларды бақылау, талдауды құрастырасыздар. Және lesson study бойынша бірлескен жұмыс ережесінің алгоритмін құрастырасыздар. Міне осы тапсырманы орындау арқылы
менімше жүйелі меңгеруге бағытталасыздар деп ойлаймын. Мына жерде енді авторлар бар, мысалға Listen Study арқылы әдебиеттер, тәжірибені жетілдіру, алға жылжыту, аға оқытушылар, көшбасшы мұғалімдерге арналған нұсқаулық бар, 2008 жылы шыққан. Оның ішінде де өте көп мәселелер бар, тереңірек меңгеруге мүмкіндік салып отыр. Жақсы.